Қайырлы күн, қалайсыздар? Сіздерге бүгін скидкамен зат алуды көрсететін боламын. Мысалы, бізде мынау жоғары бөлікте сағаттың суреті, сағат сияқты сурет тұр, иә, мынау. Соның үстіне басамыз, сағатқа басамыз. Бұл жерде скидкамен тұрған товарлар. Төмен қарай түсе берсеңіздер, тұрады 24 сағатқа тұратын скидкалар мен бағалар. Мысалға, бұл сағат 6-ға дейінгі, иә. Енді мына 19:00 деп тұрған, бұл енді болатын скидкаға 19:00-ден бастап шығатын скидкалар. Осы жерде мысалға сізге бір товар ұнайтын болса, мысалға қазір таңдайық. Мысалға мына двойканы алатын болсақ, мынау сары белгіні басамыз, сарыны басамыз, сарыны. Менде қазір лимит бітіп қалған екен, сондықтан арзан біріне таңдай салайық қазір. Мысалға мынаны таңдайық, иә? Осыны басқан кезде, мынаны таңдайық қазір. Сарыны басамыз, жәндегі сарыны басамыз. Мына жерде көрсетіп тұр. Мына жерде бізде жасыл жанып тұр, иә? Егер осы скидка басталған уақытта сізге уведомление келеді. Бұл негізгі алғашқы өзінің негізгі бағасы мінекей. Таңдайық. Негізгі бағасы міне астында тұр, 11,8 юань. Скидкамен бұл жерде 9,36. Скидка міне 2,44. Скидка жасап тұр юань. Купон деп тұр, мына жерде 2,44 купон. Сатылымға 2000 штук шығарылған. Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін корзинаға товарларды жинап, бірден заказ беруді көрсететін боламын. Мысалға біз зат таңдаймыз. Мысалы, носкиді таңдайық, иә? Осы носкиді таңдадық. Астында тұрған жүрекшені басатын боламыз. Осы корзина бізде. Жүрекшені басамыз. Одан кейін тағы да келесі товар таңдаймыз. Тағы да, мысалы, қыздардың жемпірін таңдайтын болсақ, жүрекшені басамыз. Осылай басып қойдық. Енді мына жерде астындағы менің деген бөлімге өтеміз. Қазір көрсететін боламын. Менің деген бөлімге өтеміз. Осы жерде, менің деген жерде, мына жерде бізде корзинаның суреті тұр. Сол корзинаның суретіне басамыз. Міне корзинаның суреті. Осыған басамыз. Мінекей бізде жаңағы таңдаған жемпір, носки, солар тұр. Мына жақта өзім таңдаған алдындағы заттарым тұр. Мысалы, осыларға біз бірден покупка жасай аламыз. Мына жерде шетіне галочкалар қойсақ болады. Галочкалар қоямыз. Мына жерде мысалға жаңағы түстерін, размерлерін таңдаймыз. Розовый түсін таңдайтын болсақ, мысалға 120 таңдаймыз, иә? Мына жерде қанша штук екенін таңдайтын боламыз. Солай покупка жасай береміз. Міне.